шешесінің болсын, әлде әйел немесе қалаштағы басқа адамдар болсын, барлығының біртүрлі екенін, олардың өзінен әлденендей құпиялап жасырып жүрген сияқты екенін сезініп, жұмысына бара жолда айналасындағы адамдарды бақылап көрсе, бұл адамдардың барлығын әр күні көріп жүргенін, олардың әр күні бір жерде бір орында өзіне көрінетіндігін ойлап таңғалып отырғанда, біреудің өзін бақылап тұрғанын байқап, күмән тіпті күшейе түседі. Себебі алдыңғы жолы Чумен адамдар арасынан өлгенде көп болған әкесін көріп қалғандықтан, үйіне қайтқанында шешесінен әкемді көрдім, ол әлі тірі сияқты десе, шешесі бірден көзіңе елес көрінген ұқсайды деп, бірақ әкесін өз көзімен көргеніне сенімді Чумен шешесінің неғып бірден бұлай айтқанына таңғалумен бірге, шешесінің де өзінен бірдеңені жасырып отырғанын сезініп, жерасты бөлмесіне түсіп, кішкене кезіндегі әкесімен түскен суреттерін алып шығып қарағанда да, бағанағы көрген адамның дәл әкесі екенін білумен бірге сандығынан бір қызыл жейден алып шығады. Әсілі Чумен оқып жүргенінде Лолан атты бір қызды бір көргеннен ғашық болып, оған талап қоймақ болып тұрғанда, бір қыз келіп Чуменді құшақтап ала жөнеледі. Ал бұл қыз оның қазіргі әйелі еді. Шындығында режиссер Чуменнің Лоланға жақындасуын бөгеу үшін оған қазіргі әйелін жіберген болып, бірақ көп өтпей Чумен кітапханадан Лоланды тағы көріп қалып, бұл жол одан айырылып қалғысы келмегендіктен Лоланды кездесуге шақырып, бұған Лолан қосылып, кеште екеуі теңіз жағасына барып жолығып, нәтижеде Лолан Чуменге сенің жасап отырған өмірің өтірік, айналаңның барлығы жалған, тез бұл арадан қаш деп жатқанда, бір адам жетіп келіп Чуменге бұл менің қызым, оның нерв ауруы бар, сөздеріне мән берме деп Лоланды сүйрелеген бойдан алып кетеді. Ал бұл адамды да режиссер жіберген болып, себебі Лоланның Чуменге бар шындықты айта салып, Чуменнің барлығын білуінен сақтанып еді. Сол кезде осы қызыл попеке Чуменнің қолында қалған болып, әкесінің тұйықсыз көрінуі, шешесінің әлденен жасырғандай болуы, кезінде Лоланның айтқандарына негізделе отырып, Чумен басында айтқанымызда айналасынан күмәнданған сол еді. Ал фильм ұнаса ақша жүрек беріп мені қосып алыңыз, келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын. Сөйтіп Чумен өз ойына көз жеткізу үшін үйіне оралған соң әйелі мен шешесінен сыр тартып, ананы мынаны сұраса да, екеуі күндегідей сөйлеп, Чумен әйеліне екеуміз бұл қалаштан басқа жерге барып саяхаттап келсек десе, әйелі жұмысқа баруым керек деп Чуменнің ұсынысына пікір білдірместен жолына түсіп, бұдан Чумен тіпті күмәнданып, әйелінің соңынан еріп, әйел істейтін емханаға келсе, бір шипагер жолын бөгеп ішке кірсеңіз болмайды деп, Чумен оған әйел ол жерде істейді, соған жолығатын жұмысым бар еді десе, шипагер оған әйеліңіз операция жасап жатыр деп, Чумен бұл шипагерге әйелінің кім екенін айтпаса да, шипагердің әйеліңіз операция жасап жатыр дегені Чуменнің тіпті күмәнін туғызып, шипагерді алдап жолына салып, операция бөлмесіне бармақ болғанымен, жолдағы науқастар мен шипагерлер түрлі себептермен жолын бөгесе де, Чумен олардан қашып, әрең зорға операция бөлмесіне келсе, әйелі және бірнеше шипагер бір сау адамға операция жасаған сияқты болып тұрғанын байқап, олардың тіпті әйелінің де шын шипагер емес екенін сезіне қойған Чумен дереу шипаханадан шығып, аэроплан билетін сататын жерге келіп, Фили деген жерге ұшатын билет сатып алмақ болғанымен, сатушы Чуменге билеттің таусылғанын, енді бір айда билет болатынын айтып, аэроплан болмаса автобуспен бұлардан кетпек болған Чумен дереу бір автобус билетін сатып алып, автобусқа түскенімен автобус жүрмей жатып бұзылып, бұдан Чумен өзінің бұлардан басқа жерге баруына әлденендей күштің кедергі болып жатқанын, Лоланның айтқанындай өзінің бұл жасап отырған әдемінің жасанды екенін тұспалдайды.